Баршаңызға сәлем, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен нағыз борщтың рецептісімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, ұнаса лайк басып, пікір қалдыра отырыңыздар. Қазақша каналының дамуына үлес қосыңыздар. Болгар борщы, пияз, ет, қызылша, қырыққабат, сәбіз, картошка қажет болады. Қызып тұрған қазанымызға сұйық майымызды құйып, үстіне болгар борщы менен пиязымызды салып, жақсылап қуырамыз. Үстіне етімізді салып, бұны да жақсылап қуырып аламыз. Кішкене томат қосамыз, үлкен ас қасықпен бір қасықтай томат қосып, барлығын араластырып, тағы да қуырамыз. Келесі кезекте сәбізімізді салып, бұны да қуырып аламыз. Барлығын жақсылап қуырып болған соң, үстіне салқын суымызды құямыз қажетті мөлшерде. Татымына қарай тұз салып, универсал приправа, қалауларыңыз бойынша приправалар салып, осылай қайнатамыз. Қайнағаннан кейін үстіне картошкамызды салып, барлығын араластырамыз. Қызылшамызды осылай теркіден өткізіп алып, отдельно мыйға қуырып аламыз. Қызылшамызды да қуырып алып, бояу қатты шықпас үшін уксустан кішкене тамшы жібереміз. Қуырған қызылшамызды жаңағы қайнап тұрған сорпамыздың үстіне саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, қуырамыз, қозғаймыз. Келесі кезекте үстінен жаңа алдын ала туралған қырыққабатымызды салып, баяу отта қайнатамыз. 15-20 минуттан кейін қайнағаннан кейін 15-20 минуттай қайнатып, үстінен қажетінше бульондарымызды салып, осылайынан бір қозғап жібереміз. Дағы 1 минуттай қайнатып, мінекей біздің тамағымыз дайын болды, борщымыз. Ұнаса сіздерді жасап көріңіздер. Ас болсын. Каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп кетіңіздер. Қазақша каналымыздың дамуына үлес қосып,